Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Менің каналым Қайықшы SMM деп аталады. Бұл каналда SMM саласына байланысты көптеген лайфхактар, фишкалар және қалай видеоны, фотоны тез жасауға болатыны туралы айтып жүрмін. Және өзімнің жеке өмірге байланысты жасап жүрген билет алу, Wi-Fi-ді қосу деген сияқты өзімді күнделікті жасап жүрген опыттармен осы каналымда бөлісудемін. Сондықтан өзіңізге керекті ақпаратты осы жерден таба аласыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарды тарауды ұмытпаңыздар. Ендеше бүгін сіздерге тағы бір жақсы жаңалық мәлімет, яғни ақпарат айтайын деп тұрмын. Яғни Gmail почтаны қалай телефоннан ашуға болады. Көбімізде ноутбукпен ашамын, бірақ қазір адамда көбіне ноутбук табыла бермейді. Қолданды телефонмен қалай тез әрі сапалы жұмыс жасайтын Gmail почтаны ашуға айтамын. Ендеше видеомызды бастайық. Ең бірінші, мына мен көріп отырған творческий студияға кіреміз де, ең жоғарышында иконка көрініп тұрады, соны басамыз. Басқаннан кейін осылай шығады, мына жердегі стрелканы басамыз. Және менің аккаунттарым, мынау деген қызымның аккаунттары осының барлығы. Мен кезген аккаунт ауыса аламын жерде, бірақ мен новый жаңадан аккаунт ашып кетіп басын үстінде үште басамын. Мына жерде бастаймыз. Өзіміздің почтамызды осы жазамыз, немесе біз қазір деген новый аккаунт ашайын деп отырғандықтан біз астына создать аккаунтты басамыз. Для себя дейміз. Мына жерге мен бастап жасаймын. Ағылшынша ашқым келіп тұр. Мына жерге гуль деп жазайын. Мына жерде молдаш деп жазайын. Так, далее басам. Так, дата рождения. Әркім өзінікін жазады. Далее. Мына жерде бізге Gmail адресті бізге Google автоматически беріп тұр. Молдаш гуль, гуль молдаш, немесе өзіңізге бұл ұнамаса, создать собственный Gmail адресті істі өзіңіз басып, өзіңіз тағаңыз. Мына жерде маған ұнап тұр, гуль молдаш деген өте оңай екен. Соны таңдай қоямын мен. И парольді өзіміз ойлап табамыз. Так, егер показать парольді бассаңыздар, пароліңіз көрініп тұрады. Енді де көрсетпейін. Так, далее басамыз. И мына жерде телефон номер шығып тұр, мен автоматически, вы можете добавить свой телефон номер, чтобы получить безопасность. Яғни, мына өзімнің ұстап жүрген телефонымды осыны енгізейін. Мына резервный номер деп тұр. Далее басамын. Мына жоғары жақта төмен жағына жүре береміз, көтере береміз. Ең астында бұл деген соглашение, яғни почта жатқан біз ашып жатырмыз, данныйымызды алып жатыр, сондықтан біз астына принимаюды басамыз. Болды, бізді қайтып бірінші страницаға әкелді. Енді мына жағын қараймыз. ютубтың өзіне кірейік. Біз творческий студияда отырмыз себебі. Міне, қараңыздар, мына жерде YouTube. Мына творческий студиядан шығып кетті, мына YouTube-ға кірдім, YouTube-тың өзіне. Және мына жерде менің басқа каналым шығып тұр. Енді мына жерде 3 почтаны бассақ, міне жаңадан ашқан гуль молдаш деген каналға, өзіміздің почтамызға кіре аламыз. Міне, қараңыздар. Енді бұл жерде канал жоқ, тек қана почта аштық. Мына жерде енді каналды ашу деп тұр. Бұл видеоны келесі ақпарат қылып саламын. Ұзап кетеді себебі. Достар, осылай өздерің почта ашып алыңыздар. Егер видеом пайдалы болса, сіздерге осылай жасап көріңіздер, практикада қолданып көріңіздер. Және достарға тағуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.